жартысы болса. Жұмысын бұл кісі шемішке шағап өстіп күтеді. Бүгінгі жұмыс бітті. Қайтайын деп отырық. Бірақ жұмыс бітіп тастадым. Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Біз эфирға дайынбыз. Қазір 14:30-да эфирға шығатын боламыз. Міндетті түрде бізді жіберіп алмай көріңіздер. Бүгін мерекелік эфир тоже. 10 күн бізде осындай қазақи эфир болады, наурызға дейін. Сол бүгінгі образым осындай. Таксида қазақи күшті, өзіме жарасып тұр. Сол күндеріңізге сәттілік. Біз ұмытып кетпеңіздер. Біз сол магазинге шыққанбыз. Қасымда бір кісі бар. Қасымнан қалмайтын болыпты осы күндер. Осы мен сізді жақсы көріп кеткен ғой. Бұл мені жақсы көріп кеткен ғой. Мен күніге күндес ұрсат, эфирді сыртқа шығып, тоже ұрсат. Ұялмай қыздармен тамақ жейді үшеумен. Сол қазір эфирға дайындалып, қазір кіретін боламыз. Бірден айтын кеп тұр ма, жақсы көрем деп? Өлтірмеш адам жүргеттік. Жақсы көрем деп. Галсы дейсің. Тещин язык четко ойнап тұр. Иісі деген әкетіп отыр ғой, әкетіп. Мынандай тамаққа рахмет айтып тұрмасаң ұят қой. Шынымен сондар маған ба? Иә. Шынымен ба? Иә. Тамақтан үйген қазір видео ішкен екен қайттан алып Ал, санап алыңыз. тамақ жеп. Так, друзья, сегодня у меня цвет настроения черный, из-за этого я в черном. Вот, сейчас мы собираемся в гости. Куда мы собираемся, Джон? Как это куда? Куда? К другу гости. Лошади пьяно. Блин, они звали гости, короче. Джон, оқу керек что-то болмайды. Мен просто орысшаны андайда программасын оқу керек еді. Грамотасы керек. В общем, мен деген қазір деген ой, енді айтып отырмын сіздерге, скоро беремін, прям чисто буду на русском разговаривать с вами, да? Қайырлы кеш. Біз асығып тез шықтық үйден. Қолымызда тұр, қол бармаймыз, қонаққа қарай шықтық. Мама, папамыз деген шикарно киініп алды. Мен білмей алдым, кейін заказ беріп. Все болды осы. Кеттік. Кесе жетіп алайық. Арсы көтеріп Аха. Ал қонаққа келдік. Осы кісілердің үйіне. Қоныстарыңыз құтты болсын. Алдында шақырған болатын, біз бірақ келе алмай қалдық. Енді бүгін ауызашарға шақырып, осындай дастархан жайып жатыр. Қараңыздаршы, мә, не деген қуырдақ дастархан. Күштілеп тұр, вот егелері өздері. Үйлеріңізде күшті екен. Мына жақта қонақтар бар. андай бір стандарт ремонт деп айтқан, алдапты біз. Минимализм деп айтқан. Қазір рум-тур істейміз, рум-тур. Рум-тур көрсетеміз, Обязательно. Қазір обязательно көрсетеміз. Сіздерге де көрсетемін. Қызықшар, иә? Маған өзіме ұнап жатыр, мә, люстрасына дейін. Ремонт жасаған кейін уже мән беретін болыпты ондай нәрсеге. Жан, сіздер қандай доссыздар? Ескі достар. Армияға жүрмеген бәрі Оқтасып ердіңіз жүрегін. Сондай доспыз сондай. Сондай ойнап тұр. Аңсаға жақта отырып, енді жүрген отырыңыздар. Қазір мақтанамыз. Сонымен. Ал енді шайдың кезегі, шай ішіп отырмыз. Әдемілеп тұрып шай жасап жүріпті. Мана, қараңыздаршы. Мана тура мен алдымда тұр ғой, біздің диета не болды. Кешіріп қойыңыздар болды. Енді біреу жеп қойдым. Біреуіміз өтір айтам еке жеп. Шай қалай кетіп отыр? Зор кетіп отыр ма? Прям қонақ жай екен. Енді ниеттеріңіз қабыл болсын, иә? Ауызашар өткіз жерді, как раз ораза айында прям жақсы ғой. Сол, әңгіме дүкен құрып отырмыз. Не айтасыз жан? Бірдеңе дегеніңіз бе? Басеке бірдеңе дейсіз бе? Басекең айтпай ештеңе. Алланың аузын қарап. Басекең ағаратты торт жеп отыр, что? Жоқ, торт диета, строгий диета мен кемде. Сол үшін баласын тамақ беріп отыр. Ал рум-турды бастаймыз. Данияр мырза өзі полный үйін көрсетеді. Давайте, барлықтарыңызға қызық шығар. Міне мынау кірген жерде прихожая, да, считается. И мына айнаны қараңыздаршы, мә, күшті. Маған қатты ұнайды осы айна, күшті. Минимализм деп айта берсің. Минимализм стилінде неге соққамыз неге. Давайте, оңға дейік, оңға. Біз отқан жаққа басаймыз ба? Так, мынау біздің кішігірім зал. Залға обязательно, дәуіне обязательно істеуге.
мынаның өзі жер часа болды, иә. күшті, иә. Иә. Зал әшейін тұрады негізінде. Кухняға кірейік тұрыңыздар. Сол жағымызда кухня, жаншын. Міне. Просто такой минимализм істедік. Жыбыр-жыбыр істеген жоқпыз. биіктігін не болайық осыны Аталықтың биіктігі 3:20. 3:20 айтыңыз иә. Әдем. Біріншісі 3:20, Карандаш екіншісі міне. Кухонный гарнитур, прям бәрі күшті. Печка встроенный. ең қызығы мынау. Яқты комната бар ма? Мә, маған комната деп кім ойлайды айтыңыздаршы? Вау, Бұл әйелімнің андай потайная комната. күшті. Дальше бізде холл. Иә, бұл бізде холлды в основном ең кеңдікті осы холлға бердік. Потому что холлда жүреміз, өмір сүреді. Қайырлы күн, қалайсыздар? Кеше деген сағат бір 12:30-да ма қайттық қой. В общем, примерно үйге келдік. Сонымен 1 сағаттан кейін ұйықтадық. Аңсарда шаршап қалған, бәріміз шаршап қалғанбыз ғой. Соны ұйықтап, жаңа қанша тұрдық азында бір кезде тұрдық, 9-да тұрдық. Сонымен қазір енді үйдеміз, папамыз жұмысқа кетті. Ар жақта үйдің шаруасы ғой. В общем, әлі біте алмай жатырмыз бір ғой. Әлі міне деп, әлі жете алмай жатырмыз. Ничего, бірақ болды, почти бітіп тұрмыз. В общем, бізде қазір үйге біреу келді. Угадайте, кім? Енді былай не істемей ақ қояйын. Постоянно көбісіне енді қызық болып жүрген еді ғой. Менің туған братишкам, туған інім қосылайықтап отырыңыз айтатын едім ғой. Қазір сол өзімнің братишкаммен таныстырамын сіздерді. Ал біз аэропортқа келдік. Амир мамасын 3 күн ба почти көрмеген. Аман келедір. Аяқта. Тұра, артыра, алыстан. Жек көріп, не істеген? Шақырсың? Бері кел. Болса қарайшы қабыл. Таныстыңдар ма? Кеш жарық қазақ елі. Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Таджикстан. Не айтады екен деп барлығыңыз қарап отырсыздар ма? Шулап атсыздар ғой. Жаңалық деп. Бұл маған жаңалық емес. Мен білгем ол баратын. Не деймін мен? Қадамына гүл бітсін, көрсін. Енді өзгеріп кеттен көргендеріңізді. Қалай адам өзгеру деген екен. Бірақ сәт екен ғой. Аман болсын, сау болсын, не болса да көреміз енді. Уақыт емші. Біз еңбек, бәрін жеңбек. Спорт дұрыс екен ғой, ем дұрыс. Достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Қалайсыздар? Жаңа салған сторис бар ғой, қандай өлең айтып отырмын депші. Соны негізі осыдан бір жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба түсіргем. Біраздан рилс салам, қандай өлең айтқанымды. Сонымен таңғалып отырмын ғой, негізі мен гитара тартып жүргеніме жалпы почти 8 жыл болыпты, прикинь. 8 жыл болыпты. Ал гитарадан сабақ беріп жүргеніме 4 жыл болыпты. Уақыт деген қандай, зымырап өтіп жатқан уақыт. Бірақ та менің аудиториям қаншалықты біледі, что мен гитарадан сабақ беретінімді, және де гитара тартатынымды білесіздер ме жалпы? Вроде рилс салып жүрмін ғой. В общем, осы сұраққа жауап беріп кетіңіздер. Менің гитарадан хабарым бар екен, қаншалықты сіздер білесіздер.